Сосын менде жүрек жоқ. Тыныс бар деп ұғыныңыз. Тыныс деп жұмыс істейміз бүгін біз. Мына біздің ауылда Әлібек деген кісі бар. Ал енді сол кісінің қилы-қилы ісі бар. Мен ресторандарда тамада боламын. Сөйтіп, құрметте бағада боламын деп, ана қызыл мойын әкесі қораздың қол жетпеген айдағын айтты. Секцияның бастығы, спорт мастері, ұрып жыққан он түйені, республика чемпионы Бұқа Зеңгібаев. Қара табан тұлпарым, көп жүрістен жұқарыптау ұлтаңың. Күні бойы көтеріпсен жүресің ерке тотай аяқтардың бұл таңын. Ауыз семіріп, ұрты шығып, төңірегіне мұрты шығып, бүйір айналып, ісініпті қойыпты мүлде кісілікті. Бір күн ауыз қырсықтанды қасықпенен ұрсып қал. Әй шорту қасық, есенсің бір өзің пасық. Қымызға көзін қадап тұрып, жөн сұрапты арақ тұрып. Әй, сен осы қай елсің депті. Елім жайлау, руым май емсін, арғатамыз денсаулық депті. Ал өзіңіз қай елсіз депті. Ей, ереке, қыз құдайы ажар ғой. Көңілі көл, мінезі мереке, өзі бір жатқан базар ғой. Осел упал от натуги и умер. Хозяин как наложил все со сла на лошадь, да еще и шкуру ослиную. Лошадь и взвыла. Жабдық жасап мейрамға кемпір тынбай жүгірді. Бауырсағын пісіріп, қуырдағын қуырды. Күздің күні суытқан, жел күрдеге алқынып. Қой тұрып сиырға, көршім, айыпқа бұйырма. Мен сізді түсінбедім. Ішіңіз кебінкі сияқты. Біз кешкен батпақ сумен шаңауылдың, түсіп кетіп есіме таға ұрдым. Жусан есі жанарға жас сиырды, жыбырлатып ішімнен танауымды.